Бүгін біз Имам Ғазалидің Ихя-у Улумиддин кітабының тамақтану әдептер бөлімін айтатын боламыз. Қарап көрсек, бүкіл жануарлар тамақтанады, жейді. Оның ішінде адамдар да, адамдардың ішінен мұсылмандар мен мұсылман еместердің тамақтануда айырмашылығы бар ма? Әрине бар. Егер біз мұсылмандар тамақты жерде дұрыс ниетпен, Алланың разылығы үшін жақсы амалдар жасаймын деген ізгі ниетпен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның сүннетімен тамақтанатын болсақ, ол да сауапқа айналатыны мәлім. Егер біздің шығарылым сізге аз да болсын пайдалы болып жатқан болса, біздің каналға тіркеліп қолдауыңызды сұраймын. Ендеше негізгі тақырыбымызды бастайық. Тамақтан бұрынғы әдептер. Тамақтанудан бұрынғы әдептер жетеу. Біріншісі, тамақтың халал болуымен қатар, сүннет пен тақуалыққа сай жолмен келген болу және макрух, күмәнді жолдармен келмеген болу керек. Тамақтанудағы негізгі қағида оның адал болуы. Бұл парыз істер мен дін негіздерінің қатарына жатады. Екіншісі, қолды жуу. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тамақтан бұрын қолды жуу кедейліктен, ал тамақтан кейін қолды жуу алжасудан сақтайды деген. Себебі күнделікті тіршілік барысында қол кірлемей тұрмайды. Сондықтан оны жуу тазалық пен пәктікке жатады. Діндарлыққа қолдау ретіндегі тамақтану ғибадат болып саналатындықтан, тамақтанудан бұрын тазалану намаздан бұрынғы тазалық секілді орынды іс. Үшіншісі, тамақты жерге жайылған дастархан үстіне қою. Үстел үстіне қойғаннан гөрі осылай жасау Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның ісіне жақынырақ. Пайғамбарымыз ас келген кезде жерге қоятын, жерге қоюға келмесе дастархан үстіне желінеді. Бұл жолаушылықты еске алады. Ал жолаушылық адамның ақырет жолаушылығы мен тақуалық азығына мұқтаждығын еске салады. 4 нәрсенің пайғамбарымыздан кейін пайда болғандығы туралы айтылады. Олар ас үстелі, ұн елегі, сақар сабын және тоя тамақ жеу әдеті. Бұл негізінде жер дастарханда тамақ ішу ас үстелінде ішкеннен абзалырақ деген. Біз негізінде жер дастарханда тамақ ішу ас үстелінде ішкеннен абзалырақ деген кезде ас үстелінде ас ішуді макрух немесе харам деуден аулақпыз. Себебі бұл жайында келген тыйым жоқ. Ал бұл Алла елшісінен кейін пайда болды деген сөзге келсек, Алла елшісінен кейін келген барлық нәрсе тыйым салынған болып санала бермейді. Тыйым салынатын нәрсе пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам кейін пайда болып, бекітілген сүннетке қайшы келетін және себеп шарттар бола тұра шариғи бір амалды жоятын нәрселер, яғни бидғаттар. Тіпті кейде себептердің өзгеруімен жаңа нәрселер жасау уәжіп, міндет болып жатады. Ас үстелінде тамақты жеуге оңай болу үшін дастарханды жоғарылату да тұрған ештеңе жоқ. Осы секілді жаңа істер тыйым салынбаған топқа жатады. Төртіншісі, басынан соңына дейін дұрыстап отыру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейде тізерлеп екі аяғының үстіне отыратын, кейде оң аяғын тіктеп сол аяғының үстіне отыратын, және жантайып жатып тамақ ішпеймін, мен құлмын, құл сияқты жеймін, құл сияқты отырамын дейтін. Жантайып жатып су ішуде макрух, асқазанға зияны бар, жатып тамақ жеуде макрух. Бесіншісі, тамақ жеу арқылы Аллаға құлшылық етуге, күш жинап ғибадатшыл болуға ниет ету. Тамақ жеуден ләззат алу немесе дүние қызығына қануды мақсат етпеу керек. Ибрахим ибн Шайбан 80 жылдан бері нәпсімнің құмарлығы үшін ештеңе жеген емеспін деген. Сөйте тұра, одан да аз жеуге тырысады екен. Себебі ғибадат жасауға күш жинау үшін тамақтанған адам тоймай жеген жағдайда ғана ниетін растай алады. Ал тоқтық ғибадатқа қуат бермейді, керісінше кедергі болады. Сондықтан нәпсіні тыйып, қанағатты молшылықтан жоғары қою қажет болады. Алтыншысы, бар нәсібеге алдындағы тамаққа разы болып, молшылықты және одан артығын іздеуге тырыспау. Қосып жейтін дәмдеуіштерді дәметіп күтпеу. Негізінде нанға құрмет дегеніміз, оған қосып жейтін қатықты күтпеу. Нанды құрметтеу жайында бұйрық бар. Демек, адамға әл беретін, ғибадат үшін қуаттандыратын әрбір нәрседе оны қорлауға болмайтындай көптеген қайыр бар. Тіпті намаздың уақыты кіріп қойса да, егер уақыт тар болмаса, дайын тамақты күттіруге болмайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, егер кешкі ас пен құптан қатар келсе, кешкі астан бастаңдар деген. Абдулла ибн Умар радиаллаху анху да имамның намаздағы оқыған Құранын естісе де кешкі асын үзбеген. Адамның көңілі тамаққа қатты ауып тұрмаса және тамақты кешіктіруде тамаққа зиян келмейтін болса,
онда намазды бірінші оқыған абзалырақ. Ал тамақ әзір болып, намазға қамат айтылса, және тамақты кешіктіру, оның салқындап қалуына немесе намазда ойының бұзылуына себеп болатын болса, уақыттар болмаса, әуелі тағамнан бастаған жақсы. Жетіншісі, асын көпшілікпен жеуге тырысу. Өз әйел, бала-шағаларыңызбен болса да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тамақтанғанда бірігіңдер, сонда астарыңа береке дариды деген. Әнес радиаллаху анху, Алла елшісі жалғыз тамақ жемейтін дейді. Басқа бір хадисте Расулулла саллаллаху алейхи уассалам ең жақсы тамақ үстінде қолдар көп болған тамақ деген. Тамақтану кезіндегі әдептер. Ең алдымен тамақтануды бисмилламен бастап, оң қолмен жеу, тұзбен бастап, тұзбен аяқтау, аздан асап, көп шайнау, аузындағысын жұтпайынша келесісіне қол созбау. Бұл ас жеудегі асығыстық болып саналады. Асты жамандамау. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ешбір асты жамандамайтын, ұнаса жейтін, ұнамаса тимейтін. Өз алдынан жеу. Алайда жемістер болса, қалаған жемісіне қол созуға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз алдыңнан же дейтін. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жемістерге қол созған кезде осы хадис жайлы айтылады. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам жемістер бір ғана түр емес қой деп жауап береді. Тамақтың әр жерінен және ортасынан жемеу. Ал нанды шетінен бастап жейді. Тек нан аз болса, оны сындырып алады. Нанды да піскен етті де пышақпен кеспейді. Бұған тыйым салынған. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам етті тістеріңмен жеңдер деген. Нанның үстіне ыдыста басқа нәрсе де қойылмайды. Бірге желінетін нәрсені ғана қоюға болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам нанды құрметтеңдер. Алла тағала оны аспан берекетінен түсірген деген. Қолын нанмен сүртпеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біріңіздің тамағыңыз жерге түсіп кетсе, оны алсын, әрі ондағы тозаңды алып тастасын да жесін. Оны шайтанға тастамасын. Қолын жаламайынша майлыққа сүртпесін. Себебі ешкім тамақтың қай жерінде береке барын біле алмайды деген. Ыстық тамақты үрлемеу. Бұған тыйым салынған. Құрманы тақ етіп жеу. Жетеу, 11, 21 немесе тақ қылып бітіру. Құрма бар ыдысқа дәнегін қоспау және аузынан шыққан дәнекті қолындағы таза құрмамен бірге ұстамау. Аузындағы құрма дәнегін алақанның сыртымен алып бөлек тастайды. Дәнегі және қалдығы бар барлық нәрсе осылай жасалады. Жегенінен қалған жарамсыз жерлерін табаққа тастамау. Өзгелер жаңылсып жеп қоймау үшін оларды тамақ қалдықтарымен бірге шетке қою керек. Тамақтану кезінде көп су ішпеу. Тек түйілетіндей болса немесе шынымен шөл қысса ғана ішкен дұрыс. Негізінде шектен шықпай су ішу медициналық тұрғыдан да пайдалы. Су асқазанның реттеушісі деген сөз бар. Көпшілікпен тамақтану әдептері. Көпшілікпен тамақтану әдептері жетеу. Біріншісі, жасы немесе жолы үлкендігімен тамақты бастауға лайық кісі бола тұра, олардан бұрын бастамау. Егер асты бастауға лайық өзі болса, онда асқа жиналған көпшілікті күттіріп қоймай, бастауы керек. Екіншісі, үнсіз отырмау. Алайда дұрыс сөз сөйлеу және салих кісілердің тамақ жайындағы әңгімелерін немесе соған ұқсас әңгімелерді айтып отыру. Үшінші, табақтас серігіне қарайлап отыру. Одан артырақ жеуге ниеттенбеу керек. Тамақ ортақ болған уақытта олардың рұқсатынсыз олардан артық жеу харам болады. Керісінше өзгелердің қамын ойлаған жөн. Егер серігі аз жеп отырса, оны ынталандырып, тамақтан алыңыз деу. Тамақтан алыңыз деген сөзді 3 реттен көп айтпау. Әйтпесе көп қайталап айта беру шектен шығу саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сөзді 3 рет қайталайтын. Сондай-ақ 3 рет айтылғаннан кейінгі сөзге мән бермейтін. Төртіншісі, жанындағы кісіні алыңыз деп айтуға мәжбүр қылмау. Ғалымдардың бірі тамақ жеушілердің ең жақсысы табақтасын өзін қадағалауға мәжбүр етпеген және жеңіз деген сөзді айтқызбаған адам деген. Бесіншісі, қолын шылапшынға жуудың әбестігі жоқ. Егер жалғыз болса, түкіруіне болады. Өзге де адамдар болса, онда түкіру дұрыс емес. Егер біреу құрмет ретінде шылапшынды ұсынса, қабыл алу керек. Әнес ибн Малик радиаллаху анху мен Сәби әл-Бунани бірге тамақ жеді. Әнес ибн Малик радиаллаху анху Сәбитке шылапшынды ұсынады. Сәбит бірінші болып қол жуудан тартынады.
Сонда Энес радиаллаху анху: егер досың құрмет көрсетсе, құрметін қабыл ал. Негізінде ол Аллаға құрмет көрсетуде дейді. Жалпы шылапшын мәселесінде 7 әдеп бар. Оған түкірмеу, үлкеннен бастау, егер құрметпен кезек берсе қабыл алу, оң жаққа қарай айналдыру, суды қайта-қайта төкпей үстіне жуа беру, су құюшының түрегеп тұру, аузындағы суды төсекке және жанындағы кісілердің үстіне шашыратпай еппен қолмен төгу. Үй иесі қонағының қолына өзі су құйған жөн. Имам Шафиғи алғаш қонаққа келгенде Имам Мәлик оның қолына су құйып, менің бұл ісіме таңданбай-ақ қой, қонаққа қызмет ету парыз деген. 6-шысы, жанындағылардың тамақ жеесіне көз тігіп, бақылап, олардың ұялуына себеп болмау. Керісінше, назарын төмен салып, өзімен өзі болу. Егер өзінен кейін өзгелер тамақ жеуге қысылатын болса, серіктерінен бұрын қолын тартпау. Қасындағылар әбден жеп болғанша, қолын созып, аз-аздан алып жеп отыру. Егер аз жейтін кісі болса, тамақтың басында аз-аздан жеп, соңына дейін олармен бірге жеу. Сахабалардың көбісі осылай істеген. Егер белгілі себеппен жемейтін болса, жанындағыларға сылтау айтып, оларды қысылмай жейтіндей ету. 7-ші, жанындағылар жиіркенетін қылық жасамау. Сондықтан табаққа қолын сілкуге, аузына ас саларда табаққа басын созуға болмайды. Аузынан бір нәрсе шығару керек болса, бетін табақтан бұрып, сол қолымен алу. Сірке суға майлы етті батырмау. Майлы тамаққа сірке суды араластырмау. Мұны өзгелер жек көруі мүмкін. Жиіркенішті нәрселерді, еске түсіретін сөздерді айтпау. Қонаққа бару әдептері. Бірінші әдеп, тамақтарын жеуді күтіп отырған кісілерді көздеп, тамақ үстінде кіріп бару сүннетке жатпайды. Себебі бұл тосын жағдай. Алла тағала бұған тыйым салып, ей муминдер, пайғамбардың үйлеріне сендерге рұқсат берілмейінше кірмеңдер де, тамақтың пісуін аңдымаңдар. Ал қашан шақырылсаңдар кіріңдер де, тамағын жеген соң дереу тараңдар деген. Яғни тамақтың қашан пісетіндігін күтпеңдер деген сөз. Хадисте кімде-кім шақырылмаған тамаққа барса, бару күнә, жегені харам болады делінген. Алайда аңдымастан дайын тамақ үстіне кіріп қалса, рұқсат берілмейінше жемеу керек. Егер оған тамақтан жеңіз делінсе, қарайды. Егер шын пейілден өздерімен бірге ішу үшін айтқандығын анық білсе, бірге ішеді. Ал егер ұялғандықтан айтқан болса, тамақты жеместен бір сылтау айту керек. Ал аш кезінде достарының біріне тамақтану үшін барса, әрі тамақ уақытын аңдып бармаған болса, ол жерде жеуінде тұрған ештеңе жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Бәкір және Омар радиаллаху анху үшеуі қарындары аш халде Абу Хайсам мен Абу Аюб әл-Ансаридің үйлеріне тамақ жеу ниетімен барған болатын. Негізінде осындай жағдайда аш кезде достарына бару мұсылман бауырының тамақтандыру сауабына кенелуіне себеп болады. Бұл бұрынғы салих кісілердің әдеті еді. Қонаққа келу мәселесіне келсек, үйге кірген кезде төрге ұмтылып, ең құрметті орынды иеленуге тырыспау, кішіпейілдік көрсету керек. Үй иесін көп күттірмеу, сондай-ақ қонаққа ерте барып асықтырмау. Араларына отыратындарды қысылатындай жағдайда қалдырмау. Бәлки үй иесі бір орынды көрсетсе, еш қарсыласпастан сол жерге отыру. Себебі үй иесі әр кісіге арнай орын дайындаған болуы мүмкін. Оған қайшы әрекет ету, оны ыңғайсыз жағдайда қалдыру мүмкін. Ал егер қонақтардың бірі құрмет көрсетіп жоғары шығарса, онда сыпайылық көрсетуі керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам отырыста төмен жаққа разы болу, Алла үшін кішіпейіл болудың нақ өзі деген. Әйелдер отырған бөлменің есігі мен жапқышына қарсы отырмау. Тамақ келіп жатқан жаққа көп назар салмау. Бұл қомағайлықтың белгісі болады. Отырған кезде жақын отырған кісілерден аман саулық сұрасу. Үйге қонақ келген кезде үй иесі құбыланы, әжетхананы және дәрет алатын орынды көрсетуі керек. Имам Мәлик Имам Шафиғиға осылай істеген. Астың алдында қол жуғанда Имам Мәлик қонақтардан бұрын жуып тұрып, тамақтан бұрын қол жууды үй иесінің бастағаны абзал. Себебі ол адамдарды дастарханына шақыруда дейді. Негізінде тамақтан бұрын бірінші жуып, тамақтан кейінгісінде соңына қалады. Кешігіп келгендер болса, олармен бірге астан алып отыру мақсатында. Ас әкелудің әдептері. Олар бесеу. Бірінші әдеп тамақты тездету. Бұл қонаққа құрмет.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким Аллага және акырет күнүнө ыйман келтирсе, онда конагына курмет көрсөтсүн деген. Көпчүлүк келип койгон кезде бир эки киши немесе бир нечеуи белгиленген убакыттан кечигетин болса, келген конактардын акысы кечиккен кишилерден жогору болгондуктан олардын асын күттүрмөй жылдам берген абзал. Алайда кечигип жаткан киши кедей болса немесе астың тартылып койгонунан көңүлүнө каял түсетін киши болса, асты кечиктирүүдүн окасы жок. Хатам әл-Әсәм асыгуу шайтандан. Тек мына 5 нерседе асыгуу сүннетке сай. Олар конакка ас берүүдө, мәйтти жерлеуде, бойдакты үйлөндүрүүдө, карызды өтөөдө жана күнага тәубе этүүдө дейди. Үйленүү тойунда тездетүү мустахаб. Үйленүүдүн алгачкы күнүндө той жасау сүннет. Экинчи күнү тойлау жакшы, ал үчүнчү күнү тойлау риякорлук. Экинчи әдеп тамактарды ретимен берүү. Егер болса әуелі жемістен бастап ұсыну. Бұл денсаулық тұрғысынан пайдалырақ, себебі ол тез қорытылады. Сондықтан асқазанның астына түсу керек. Жемістен кейін келетін тамақтың ең абзалы ет пен тирит сорпасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айшаның басқа әйелдерден артықшылығы тирит сорпасының басқа тамақтардан артықшылығы секілді деп тириттің артықшылығын атап өткен. Олардан кейін тәттілер де қосылса, ең жақсы тамақтар толыққан болады. Үшінші әдеп, тамақ түрлерінің ең дәмді, тартымдысынан бастап әкелу. Қалаған кісі одан тойғанынша жеп, одан кейін көп жей бермеу үшін осылай жасалады. Дүниелік ләззаттың құлы болғандардың әдеті тамақтың қарапайымынан бастап жейді. Одан кейін дәмді асты көргенде тәбеті қайта ашылатындығы үшін солай істейді. Негізінде олардікі қомағайлар, тамақты барынша көп жеу үшін жасалған айлағана. Бұл сүннетке қайшы әрекет. Бұрынғы кісілердің әдеті бойынша барлық тамақ түрлерін бірден әкеліп қоятын. Әркім тәбеті тартқаннан жеп алу үшін табақтарды дастарханға қатары қоятын. Егер бір тамақ түрінен басқа тамақ болмаса, мұны ескертіп қоятын. Себебі қонақтар осы тамақтан керегінше жеп, одан жақсысын күтіп отырмасын дейтін. Тіпті кейбір кісілер дастарханға қойылатын астардың тізімін жазып, қонақтарына көрсетіп шығатындығы туралы айтылады. Төртінші әдеп, қонақтар толық жеп болып, қолдарын тартпайынша дастархандағы тамақ түрлерін алып кетпеу. Себебі қонақтар арасында жаңа келген тамақтан гөрі желінген астың түбіндегісіне тәбеті тартып отырған, немесе әлі ол тамақты жегісі келетін кісі болуы мүмкін. Алдынан әкетумен ол ыңғайсыз жағдайда қалады. Дастарханда еркін отыру екі тамақ бергеннен жақсырақ. Сондай-ақ кең отыру меңзелген болуы да мүмкін. Имам Шафиғи айтады, тамақ жеудің 4 түрлі жолы бар. Біріншісі бір саусақпен жеу. Бұл кірпияздықтан. Екіншісі 2 саусақпен жеу. Бұл тәкаппарлықтан. Үшіншісі 3 саусақпен жеу. Бұл сүннет. Төртіншісі 4 немесе 5 саусақпен жеу. Бұл қомағайлықтан. 4 нәрсе тәнге қуат береді. Ет жеу, иіс су искеу, жыныстық қатынасқа түспесе де қосыл алып тұру және кетеннен киім кию. Бүгінгі шығарылымды осы жерден аяқтайық. Бүгінгі шығарылымда Ихия Улумиддин кітабындағы тамақтану әдептерінің біраз бөлігін ғана айттық. Егер сіз толығымен тамақтану әдебін, қонаққа бару, қонаққа ас әкелу әдептерін толығымен білгіңіз келсе, өзіңіз кітапты алып оқуыңызды ұсынамын. Келесі шығарылымда кездескенше сау болыңыздар.